Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, дастарханыңыздың сәнін ашатын баклажаннан рулет дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдымен баклажанды жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін осылай ұзынша етіп жіңішкелеп турап аламыз. Және де сухари қажет болады. Ұн қажет болады және 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның үстіне аздап тұз салып, жақсылап тұрып вилканың көмегімен араластырып дайындап қоямыз. Осы уақытта табамызды қыздырамыз және үстінен май құйып дайындаймыз. Ендігі кезекте баклажанды ең бірінші ұнға аунатып, артық ұндарын сілкіп аламыз. Одан кейін жұмыртқаның үстіне саламыз. Жұмыртқаға батырғаннан кейін сухариге батырамыз. Және де қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Оттың астын орташа қоямыз. Мінекей баклажандарды осылай қызарғанға дейін екі жағын аунатып қуырып дайындаймыз. Баклажандар дайын болды. Енді ортасына начинкасын дайындаймыз. Менде майонез бен чеснокты араластырдым. Бұл жерде творожный сыр қолдансаңыз да өте дәмді болады. Және помидорды ұзынша етіп турап аламыз. Салатный лист қажет болады. Енді баклажандарды рулетімізді дайындаймыз. Майонезімізді жағып, үстінен салатный листті және помидорды салып, осылай рулет етіп, видеодағыдай барлығын орап дайындаймыз. Өте жеңіл, әрі оңай дайындалады, және де қонақ келген кезде немесе өз отбасыңызға арнап, дәл осылай рулет қылып жасасаңыз, өте дәмді, әрі түрі де әдемі болып, сырты қытырлап шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.